Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауық етінен үй жағдайында қарапайым пеште кәуап дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге тауықтың еті қажет. Менде бүгін 500 грамм тауықтың төс еті. Негізі кез келген тауықтың етін қолдана беруге болады. Мен арасында кәдімгі тауықтың сан етін, яғни окорочканы алып, оның жағы еттерін сылып алып, яғни сүйектерінен ажыратып, сол тауықтың сан етінен, тауықтың санынан, бидросынан да дайындай беремін. Және де тауықтың сондай сан етінен дайындаған кезде кәуабымыз одан сайын сочный болып піседі. Өйткені сан еті сондай кішкене майлы болып келеді, ал төс еті сәл құрғақтау болып келеді. Төрт бұрышты үлкенірек етіп тураймыз. Бұл кәуапты қонақ дастарханға холодная закуска ретінде де ұсынуға болады. Және де толыққанды тағам ретінде де ұсынуға болады. Осындай пияз қажет болады. Менде үлкенірек пияз, сондықтан жартысын қолданамын. Майдалап тураймыз. Тұз қосамыз. Тұзды осы пиязымыздың үстінен қосып, жақсылап мұжып аламыз. Жақсылап су шығатындай етіп мұжып аламыз. Тағы да жарты шай қасық қосып жіберейік. Паприка қосамын. Бір шай қасықты толтырып. Тағы да қосқым келіп тұр. Паприка бұл тәтті болғандықтан осындай қып-қызыл әдемі түс береді. 2 шай қасық қостым паприкадан. Енді қара бұрыш қосқым келіп тұр. Қара бұрыштан осылай толықтай барлық жеріне қосып шығамын. Шамамен бір шай қасық. Кішкене ащы болғаны ұнайды маған, сондықтан қызыл ащы бұрыштан аз ғана қосамын. Жарты шай қасық. Негізі приправа для куриного шашлыка, немесе приправа для шашлыка болса керемет болады. Менде дәл қазір қолымда болмай тұр, сондықтан приправа для курицадан аз ғана қосамын. Сұйық май қосамыз. Сұйық майдың орнына шамамен 2 ас қасықтай майонез қоссаңыз болады. Және де 1 ас қасықтай томат пастасын да қосып жіберсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. 2 ас қасықтай сұйық май қостым. Жақсылап араластырамыз. Майонез қосса жалпы өте дәмді болып шығады. Және де томат пастасын қоссаңыз сондай қып-қызыл болып шығады. Мен қызыл болу үшін бүгін паприка қостым. Негізі осы 2 рецептпен де дайындай беремін. Тек қана тұз, қара бұрыш, пияз, майонез, томат пастасын қосып та дайындаймын. Кем дегенде 2 сағатқа осы барлық дәмдеуіштерін сіңуге біз тоңазытқышқа жібереміз. Негізі 1 түн тұрса тіптен керемет болады. Мен бүгін тауық етінен кәуаптарды толыққанды тамақ ретінде дайындап жатырмын, яғни тамақ ретінде ұсынамын. Сол себепті қасына осындай көкөністерді қосуды жөн көрдім. Негізі көкөністерді қоспасаңыз да болады. Тауықтан жасалған кәуаптар шамамен 25-30 минутта пісіп қалады. Сондықтан осы уақытта пісетіндей көкөністерді таңдадым. Кәуап жасаған кездегі ең маңызды нәрсе, ол осындай шпажкелерді алдын ала бірнеше сағатқа немесе 1 түнге суға салып қою керек. Өйткені суға салмасаңыз, ол қап-қара болып, ағашы күйіп кетуі мүмкін. Менде 1 түн шпажкелерім суда тұрды. Біздің тауығымыз 3 сағаттай маринадталып, тоңазытқышта тұрды. Енді біздің ағаш таяқшыларымызға орнатамыз.
500 грамм тауық етінен осындай 9 дана кәуап шықты. Кәуаптарымызды орналастырамыз. 200 градусқа дейін қыздырылған пешімізге шамамен 25-30 минутқа жібереміз. Қарап тұрыңыз, пешке байланысты, пештер әртүрлі болады. 20 минутта да пісіп кетуі мүмкін, 30-35 минутта пісуі мүмкін. 20 минут конвекциясыз, 10 минут конвекциямен пісірді. Орташа пиязды осылай етіп турап алдым. Үстінен осындай 9%-лық сірке қышқылын қосамын. Бір жарты шай қасықтай болатын шығар. Көп қажет емес. Енді жақсылап араластырып аламыз. Ендігі үшін осындай паприканы үстіне себелеймін. Нәтижесінде осындай тағам шықты. Қонақ дастарханға осылай әсемдеп ұсынсаңыз да болады. Астына лавашты орналастырдым. Лавашпен жеген өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.